23 тамызда өтетін құрылтай депутаттарының сайлауына дайындық аясында Қордай ауданында аумақтық және учаскелік сайлау комиссияларының мүшелеріне арналған оқу семинары өтті. Басқосу барысында қатысушылар сайлау заңнамасындағы өзгерістермен танысқан. Оқыту бағдарламасы кіріспе тестілеуден басталып, қатысушылардың бастапқы білім деңгейі анықталды. Кейін сайлау заңнамасындағы соңғы өзгерістер, материалдық техникалық қамтамасыз ету, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың сайлау құқықтарын сақтау, ақпараттық жұмыс пен үгіт-насихат жүргізудің құқықтық тәртібі кеңінен түсіндірілді. Жалпы облыс бойынша 520 сайлау учаскесінде 1644 адамды оқытамыз. Қазір сол жұмыс басталып кетті. Қордай ауданында мысалы қазір 44 учаскеден қатысып отыр 183 адам. Біздің мақсатымыз сайлауға енгізілген, сайлау туралы заңға енгізілген өзгерістерді толыққанды жеткізу және практика жүзінде іске асыру жұмыстарын бүгін ұйымдастыратын боламыз. Семинар барысында учаскеде жұмысты ұйымдастыру, бюллетендермен жұмыс істеу, дауыс санау және сайлау қорытындыларын шығару тәртібі жан-жақты талқыланды. Теориялық сабақтар практикалық тапсырмалармен ұштасып, қатысушылар түрлі жағдайларды талдап, құқықтық шешім қабылдау дағдыларын жетілдірді. Бүгінгі оқыту семинар өте жоғарғы деңгейде болды. Себебі біз мысалға өзіміз қаншама біліп жүрсек те, осы семинарда білімімізді тағы да толықтырдық. Мысалы айтып өтсем, топтық жұмыстарда жақсы кейстер талқыланып, көрсетіліп отыр. Білімімізді шыңдап, ары қарай жетілдіріп отырмыз. Ұйымдастырушыларға өте алғысымды білдіремін. Оқу соңында тыңдаушылар қорытынды тестілеуден өтіп, кері байланыс жасалды. Семинарды сәтті аяқтаған барлық қатысушыға белгіленген үлгідегі электрондық сертификаттар табысталды. Айгерім Қожабайқызы, Дәулет Акимов, Қордай 24 Ньюс.